Сәлеметсіздер. Мен Қаймұханов Асыл Қайырбекұлы Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебінің математика пән мұғалімімін. Менің бүгінгі өтетін сабағым 6 сынып оқушыларына арналған математика пәнінен мәтінді есептерді екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару тақырыбындағы видео сабақ. Сіздердің бұған дейінгі және бұл сабаққа дейінгі білетініңіз екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу және алмастыру тәсілімен шешу. Сіздің меңгеретініңіз бүгінгі сабақтан мәтінді есептерді сызықтық теңдеулер жүйелерін құру арқылы шешу. Сабағымызды бастамас бұрын, бүгінгі сабағымызда қажет болатын теорияларды еске түсіріп өтейік. Екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешу дегеніміз не? Сіздерге уақыт берейін. Жауап беріп болдыңыз деген ойдамын. Ендеше бірге тексеріп алайық. Теңдеулер жүйесін шешу дегеніміз, оның барлық шешімін табу, немесе шешімдері жоқ екенін дәлелдеу. Келесі сұраққа назар аударайық. Екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен қалай шешеміз? Бұл сұраққа да сіздерге ойлануға сәл уақыт берейін. Жауап беріп болсаңыз, бірге тексеріп алыңыз. Сонымен, алмастыру тәсілімен шешу үшін бірінші қадам теңдеудің біреуіндегі бір айнымалыны екіншісі арқылы өрнектеу керек. Табылған өрнекті екінші теңдеудегі осы айнымалының орнына қою керек. Сонда бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу шығады. Шыққан бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешіп, ондағы айнымалының мәнін табу керек. Табылған айнымалының мәнін ықшамдалған жүйенің кез келген теңдеуіндегі орнына қойып, екінші айнымалыны табу керек. Келесі бір сұраққа назар аударайық. Екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен қалай шешеміз? Бұл сұраққа да сіздерге уақыт берейін. Жауап беріп болсаңыз, бірге тексеріп алайық. Қосу тәсілімен шешу үшін айнымалылардың біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болатындай, көбейткіштерге жүйенің теңдеулерінің екі жағын да көбейту керек. Жүйе теңдеулерінің оң жақтарын және сол жақтарын мүшелеп қосып, немесе азайтып, оны бір айнымалысы бар теңдеуге айналдыру керек. Шыққан бір айнымалысы бар теңдеуді шешіп, айнымалының біреуінің мәнін табу керек. Соңғы қадам айнымалылардың біреуінің табылған мәніне сәйкес екінші айнымалының мәнін табу керек. Бұл сіздерге өтілген таныс тақырып болса да, бұл алдағы осы бүгінгі видео сабағымызда өте қажет теория, қайталау оқу анасы екенін естеріңізде ұстаңыздар. Ендеше сабағымыздың практикалық бөліміне өтейік. Сонымен, бүгінгі сабағымда мен А тобы, В тобы және С тобындағы үш түрлі деңгей, яғни деңгей бойынша қарастырдым. Және сабағымның соңғы бөлігінде ұлттық бірыңғай тестілеуде келіп жүрген есептерден қостым. Сонымен, бірінші есеп, екі санның қосындысы 58-ге тең. Бірінші сан екінші саннан 8-ге артық. Осы сандарды табыңдар. Қалай табамыз? Демек, біз жаңа айнымалылар енгіземіз. Бізде сұрап тұрған бірінші сан және екінші сан. Демек, бірінші сан x, екінші сан y. Сонымен, екі санның қосындысы 58-ге тең дегенді біз x қосылған y тең 58 деп аламыз. Бірінші сан екінші саннан 8-ге артық. Оның артық екенін қалай табамыз? X, яғни біріншісінен x-тан y-ті алсақ, бізде 8 шығады. Бұл 8-ге артық екенін білдіретін өрнек. Сонымен бұны алмастыру тәсілімен немесе қосу тәсілімен шешуге болады. Мен сіздерге қосу тәсілімен шешуді қарастырайын. Қосу тәсілімен шешсек, көріп тұрғандарыңыздай, мына плюс y пен минус y не істейді? Жойылады. Сонымен қосу тәсілімен шешетін болсақ, бізде
Мұнда y айнымалылар жойылады да, x айнымалысы бар, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу шығады. Бұл жерден x пен x қосылады, 2x тең, мұнда теңдіктің оң жақтарын қоссақ, теңдеулердің оң жақтарын қосатын болсақ, 66. Бұдан 2x тең 66, бұдан x-іміз тең 33-ке. Енді бұл 33-ті алып барып, кез келген екі теңдеудің біреуіне қоямыз. Сонда 33 қосылған y, біз бірінші теңдеуге қойдық. 33 қосылған y тең 58, бұдан y-іміз табу үшін 58-ден 33-ті аламыз. Сонда бізде y-іміз қанша болды? 25. Демек, жауабы бірінші санымыз 33, екінші санымыз 25. Келесі осыған ұқсас есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Жауабы 21-де 17 шығу керек. Келесі есептерге көшейік. Б тобына. Б деңгейлі есептерге назар аударыңыздар. Б деңгейлі есептеріне назар аударыңыздар. Ендеше 2 қорапша кәмпит пен 4 орам жаңғақтың массасы 1,7 кг. 5 қорапша кәмпит пен 3 орам жаңғақтың массасы 2,115 кг. 1 қорапша кәмпиттің массасы неше грамм? 1 орам жаңғақтың массасы неше грамм? Есепте берілген қарасаңыздар килограммен берілген, ал сұрап тұрғаны граммен сұрап тұр. Демек, оны біз килограмды грамм өлшем бірлігіне айналдырамыз. 1 қорапша кәмпитті x айнымалысы арқылы белгілесек, 1 орам жаңғақты y айнымалысы арқылы белгілейміз. 1,7 килограмды және 2,115 килограмды граммға айналдыратын болсақ, олар сәйкесінше 1700 грамм және 2150 грамм. Сонымен теңдеу құратын болсақ, 2 қорапша кәмпитіміз 2x, 4 орам жаңғағымыз 4y. Бұл екеуінің қосындысы 1700 грамм болады. Және 5 қорапша кәмпит 5x болса, 3 орам жаңғақ 3y. Демек, бұл екеуінің қосындысы 2150 грамм. Және қосу тәсілімен шешу үшін олардың айнымалыларын теңестіруіміз керек. Айнымалыларының коэффициенттерін теңестіруіміз керек. Ендеше бірінші теңдеудің 5-ке көбейтеміз, екінші теңдеуді 2-ге көбейтеміз. Себебі x айнымалысының коэффициенттері теңеседі, сондықтан осы әдісті қолданып отырмын. Сонда бізде 5-ке көбейтетін болсақ 10x плюс 20y тең 8500 және 5x плюс 3y-іміз ол 10x плюс 6y тең 4300 теңдеуіне, мәндес теңдеуіне өзгереді. Және бұнда x айнымалыларының коэффициенттері теңесті, ендеше мен азайту амалын қолданамын. Сонда бізде 14y тең 4200 қалады. Сонымен шыққан бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешетін болсақ, бұл жерден y-іміз 300-ге тең екеніне көзіміз жетеді. Және бұл шыққан y-тің мәнін бастапқы 2x плюс 4y тең 1700 теңдеуіне қойып, сонда бізде 2x плюс 4 көбейтілген 300 тең 1700 шығады. Бұнда 2x плюс 1200 тең 1700 болса, бұл жерден 2x-іміз 500-ге тең. Бұл жерден x-іміздің өзі 250. Сонымен есебіміздің жауабы 1 қорапша кәмпиттің массасы 250 грамм, 1 орам жаңғақтың массасы 300 грамм болды. Енді келесі әдеттегідей өздеріңіз осы есепке қарап, өздеріңіз теңдеулерін құрып шығарсаңыздар болады. Өздік жұмыс үшін арналған есеп. 7 қайық пен 31 адам өзеннің арғы жағасына өтулері керек. Қайықтар 3 орындық және 5 орындық. Осы адамдарды түгел өзеннің арғы жағасына өткізу үшін неше 5 орындық, неше 3 орындық қайық керек? Жауабы 5 орындық 5 қайық, 3 орындық 2 қайық шығу керек. Келесі С тобындағы есепке назар аударыңыздар. Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығы мен ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығының қосындысы 44 км/сағат. Катер ағыспен 5 сағат жүзіп, қандай қашықтыққа барса, 6 сағат ағысқа қарсы жүзіп, сондай қашықтыққа барады. Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығы қандай? Ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы қандай? Ендеше біз ағыспен жүзгендегі жылдамдықты x арқылы белгілесек, ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдықты y арқылы белгілейміз.
Сонда бізде x плюс y тең 44 деп отырғанымыз ағыспен және ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдықтардың қосындысы. Және 5 сағат жүзген ағыспен, демек ол 5x қашықтықты ол 6 сағат жүріп өтеді дейді. Сонда 6 сағат бұл 5x тең 6y. Сонда біз бұнда 5x-тардың коэффициенттерін немесе y-тің коэффициенттерін теңестіру үшін бұнда 6-ға көбейтіп отырмыз. Сонда бізде 6x плюс 6y тең 264 деген теңдеу шықты. Ал екіншісінде 6y-ті теңдіктің сол жағына көшіреміз. Сонда бізде 5x минус 6y тең 0 болды. Бұнда айнымалылардың коэффициенттері тең, сондықтан біз қосу тәсілін қолданамыз. Сонда бізде 11x тең 264. Бұдан x-іміз 24-ке тең болды. Бұнда x-тің орнына 24 мәнін қоятын болсақ, 120 тең 6y деген теңдеу аламыз. Бұл жерден y-іміз 20-ға тең. Сонымен есептің жауабы ағыспен жүзгендегі жылдамдық 24 км сағат болса, ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдық 20 км сағат. Осыған ұқсас мына бір есепті өздеріңіз шығарсаңыздар болады. Астына жауабын беріп қойын. Автомобиль жылдамдығы 70 км сағат шығу керек, мотоциклшінің жылдамдығы 30 км сағат шығу керек. Ендеше келесі сіздерге ОБТ есептерін дайындап қойдым. Себебі көп оқушылар мен математиканы таңдамаймын деп көп оқушылар сабақты математика пәніне қарамай кетеді. Ал бізде математикалық сауаттылық бар. Ал бұл математикалық сауаттылықта ең жиі кездесетін тақырыптағы есептердің бірі, сондықтан назар аударыңыздар. Сонымен бірінші есеп, Ерсұлтан математика пәнінен 30 сұрақтан тұратын емтихан тапсырды. Оған әр дұрыс жауап үшін 5 ұпай қосылса, әр қате жауап үшін 3 ұпай шегеріп отырды. Егер ол барлық сұраққа жауап беріп 86 ұпай жинаған болса, неше сұраққа дұрыс жауап бергенін табыңыз. Сонымен дұрыс жауаптардың саны x болса, қате жауап саны y. Онда бізде мынадай бір теңдеулер аламыз. Яғни x қосылған y деп отырғаным, тең 30 деп отырғанымыз не? Барлық сұрақтар жауап берген. Дұрысы x, қателер y. Сонда бізде барлығы 30 шығу керек. Және ол дұрыс жауап берсе, әр дұрыс жауапқа 5x-тан болса, онда ол барлығы 5x ұпай жинайды дұрыс жауап үшін. Және ол қате жауап берген үшін 3 ұпайдан айырылып отырады. Сонда 5x минус 3y. Сонда бізде оның ұпайы 86-ға тең болды. Енді бұнда бірінші теңдеуді 3-ке көбейтеміз. Сонда коэффициенттері 3x плюс 3y тең 90. Екінші теңдеуіміз 5x минус 3y. Демек, y айнымалыларының коэффициенттері теңесті. Мұнда көріп отырғандарыңыздай, біз ендеше қосу тәсілін қолданып, y айнымалылары жойылатындай жасаймыз. Сонда 8x тең 176. Бұдан x-іміз тең 22 екенін таптық. Біз арғара y-ті таппай қойсақ та болады, себебі бізде дұрыс жауап санын сұрап тұр. Ал біз, келесі екінші есепке назар аударсаңыздар, берілген ыдысқа сүт толтырып, салмағын өлшесе 7 кг, ал тең жартысына дейін сүт құйып өлшесе 4 кг тартады. Ыдыстың өз салмағы қанша болатынын табыңыз. Демек, сүттің салмағы x, ыдыстың салмағы y. Екеуі x сүт толы болса, және ыдысты қоссақ 7 кг, ал сүттің жартысын және ыдыспен ол 4 кг тартады. Сонда біз коэффициенттерін теңестіретін болсақ, x-тің коэффициенттері теңесті, енді азайтып жібереміз. Сонда бізде y тең 1. Бізге ыдыстың салмағын сұрап тұр, сол себептен бізге арғара x-ті табудың қажеті жоқ. Енді кері байланыс бере өтейік. Егер осы сабақ барысында сізге қалтырылған үш есепті толық шығара алсаңыз, жарайсыз. Онда сіз тамаша деңгейде келе жатсыз. Егер екі тапсырманы ғана орындасаңыз, қаймықпаңыз. Әлі тапсырмаларды бұдан да жақсы орындауға мүмкіндігіңіз бар екенін ұмытпаңыз. Егер бір есептің шешімін ғана таба алсаңыз, онда сіздерге төмендегі қосымша бейне сабақтың сілтемесі сіз үшін. Қосымша тапсырма демек, төмендегі QR кодты смартфонмен сканерлеу арқылы видео сабақты көріп, біліміңізді толықтыруды ұсынамын. Мына QR кодта жасырылып тұрғандар, видео сабағымның сілтемелері, мына екі QR код алмастыру тәсілі болса, мына екі QR код қосу тәсілі арқылы шешу жолдары көрсетілген.
Ендеше сабағым аяқталды. Сау болыңыздар.